Attan sonra başlaptır. Birge bolsun. Bärimiz baqıtlı bolayık. Allahu ekber. Амантай қажы дұрыс айтады. Бәріміз бақытты болайық. Азуын айға білеген ұлы дала көшпенділер мерекесін өткізіп жатқан қазақ даласына Айбар есімді азамат келіп жетті. Ол жігітіміз қалай жетті, қалай қабылдадық, қалай ауылына қайтты, біз асықпай айтамыз. Ең бастысы, Қытайдағы Іле Қазақ облысы Нылқы ауданынан велосипедпен 2000 шақырымға таяу жерді 10 неше күнде басып, Қытай шекарасынан Алматыға, одан бері қарай қазақтың ел ордасы Астанаға көшпенділер мерекесінің жабылу салтына үлгіріп жеткен жас жігітімізге тек қана ақжолтай тілеп, әжелер болып, ақсақалды аталардың батасымен, әнші күйшілердің мереке жырымен керемет есте қаларлықтай күтіп алдық. Ұзақ жол басып келген жігітімізге Астанадағы қандастар атынан ат мінгізсек, ал ол батырымыз Астанада туылған жас балаға ұзақ жол басып келген темір тұлпарын сыйға тартты. Бүкіл әлемге паш етіп жатқан көшпенділер ойыны, түркілік мәдениеттің үстіне армандары орындалып үлгіріп жеткен жігітімізге қазақ елінің сый-сияпаты қалай болды? Аманат партиясы қалай қабылдап, дүниежүзі қазақ қауымдастығы қалай жолға салып қойды? Және ел жұрты қалай күтіп алды? Ендеше назарларыңыз бізде болсын. Сөздерінен бал тамған жақындарым келіпсің, ертіс елесің, бас қосқалы келіпсің, жүрген жері думандыр, сендер елге көріксің, шаршы топта төгілген, сөздеріңді сағындым, көзге жылы көрінген, өздеріңді сағындым, Астананың еліммен бір қуанған кәріммін, алтын орда төрінен қолыңды алып көріскен сәлем осы Жамбылды. Ағали, сенден бір тыңдайсың. Ал Жамбыл ата, мына бізге алыстан арнайы ат басын бұрып келген қонақтарымызға Айбар деген. мен де өзімнің әлі де сиясы кеппеген бір өлеңімді оқып берейін. Бәрекелді. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні. Тыясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Болмағандай, жүрмегендей сенде біз кетеміз ау, ай кетеміз пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті біз кетеміз, кету үшін келгенбіз. Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір деген ұлы бекет жолдағы. Қаның кеуіп қаталаған кезіңде сусыныңды қандырсаң бір болғаны. Мына күнде, мына аспанда даланау, бәрі бізден қаладау. Өмір деген тынымсыз бір қозғалыс, өмір деген өлемін деп. Бәрекелді. Қарайсың Мұқағали. Қонаев атамыз. Өміріңді өнерге байлаған азаматсың. Өзіңдей азаматтарымыз көп болсын. Жұртымыз аман болсын. Қанша биікке көтерілсек те, халықтан төмен екенімізді ұмытпағаймыз. Ал Бердібек, өзің жайлы не айтасың? Мен өзім жайлы не айтайын? Менің бар өмірім, тағдырым өзімнің ардыма қалдырып жазып кеткен шығармаларым да тұр. Мені білгісі келген адамдар, менің атым Қожа, өлгендер қайтып келмейді, балалық шаққа саяхат сынды шығармаларымды оқыса, менің кім екенін таниды. Пейіліңнен айналайын қазақ елі, Қытайдан осылай өлесебетпен жеткен Айбар есімді ұлдарыңызды Алматыда ақ жүрек күтіп алған елден бөлек жол жөнекей түрлі қиындықтарды жеңіп, Жайдардай туысының жол бастауында арқаға аман жетті. Дүниежүзілік көшпенділер ойынның соңғы жабылу салтанатына үлгірсем деп, жылдамдықты қатты арттырған жас батырымызды әжелер әдемі көңіл күймен күтіп алды. Ресми телеарналар келіп, сұхбат алып, көзайым етті. Шапса жылқының тұяғы тозатын, ұшса құстың қанаты талатын, кең байтақ жерімізді жай ғана велосипедпен басып жеткен батырымызға неге таңғалмасқа. Десе де азаттық үшін алғаш күрескен Әкбар Сейіттей батыр туған елдің тумасы Астанаға жете алмаса ұят еді. Ұяттың көкесі бұл емес. Астында ұшақ, не бір машина тұрған кезде жағдай жарасып тұрса да қара шаңыраққа келіп
сәлем бере алмаған қара көздер үшін ұят еді. Бұл жігіт Аманат партиясының уәкілі жеке қабылдағанда бір ауыз сөзді айтып таң қалдырды және де. Мен қазақ еліне өлесе бетпенде келе алуды дәлелдедім деді. 1800 шақырым жолын велосипедпен, жанкүйерлікпен жүріп, елордамыз Астанадан өтіп жатқан 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына жеткеніңіз үшін алғысымды білдіремін. Ізгі ниетпен Аманат партиясы Астана қалалық филиалының атқарушы хатшысы мен Мұхамеджан Босбек рахметімді айтамын. Е, дұрыс, ауылдан 6 жасар бала келсе 60-тағы ақсақал шығады. Ұлық болсаң кішік бол демей ме? Дүниежүзі қазақ қауымдастығы да күтіп алды. Ең бастысы ағасы бардың жағасы бар деп. Евразия университетіндегі аяулы ұстаз Бекқожа Жалқыбек. Ақын Таңжарықты зерттеген Оразанбай Егеубаевтың, яғни тұлпардың тұяғы Айдын ағамыз бастаған, Ержан ағамыз қостаған. Ақын ағасы Әбдіғани жақыннан жәрдем беріп, Жанарбектей жігіт қолдап қуаттаған, басқа аты аталмаған жерлес туыс туғандары осы азаматты күтіп алып, өз алдарына қаржы шығарып, ат мінгізіп мәре-сәре болды. Аулыңа барушы едім ау, дала менне. Осылай дабыралы жиналыстың арасында Айбар Батырдан жеке сұхбат алып едім. Соған құлақ түрсеңіздер. Айбар, бүгінгі келген сапарың қалай болды? Бүгін келген сапар негізінде жақсы болды. Бәрі дұрыс. Қалай қошеметтеді? Енді ағаларымыз аты мінгізді, балдымнан күтіп алып, енді бұндай деп өзімнің ойлағанымнан да артық болып тұр, негізінде қуанып тұрмын. Қытайдың қай жерден келдіңіз? Нұрқауданнан келдім. Акбар Сейіт туған Батыр жерден келдіңіз. Иә. Бүгін елордамызда үлкен көшпенділер мерекесі өтіп жатыр. Иә. Осыған үлгерем деп жылдамдықты арттырдың, солай ма? Үлгерем деп келгем, енді виза ашылмай соның жұмысымен біраз жүріп қалдым. Оның үстіне жолда ауа райы да жақсы болмады, біраз уақыт өздеріңіз де білесіздер. Сол жайлы енді бірақ басы ашылу салтына келе алмасам деген соңғы күніне келгенім өзімде қуанып тұрмын. Бүгін аламан бәйге, өзің де аламан бәйгеде алыстан шауып келіп жатсың. Көп рахмет. Жолда қиналдың ғой? Иә, қиналған кездерде енді жақсы ағаларымыз, әпекелеріміз жолдан күтіп алып, суларын беріп, азық-түліктерін беріп, көп көмек жасады. Ең жалпы сол барша қазақ елін, барлық қазақ еліне, барша ел ағаларына шексіз алғысымды білдіремін. Рахмет өзіңе. Ақ жол болсын. Алда және қандай арман мұраттарың бар? Алда және әзірге бірталай қоша болып тұрмын. Ең бірінші еткі болғаннан кейін енді екіншісін жоспарланған осы 6 тағыны бітіріп алайын бастады. Енді кейінде енді ойласамыз соны. Жақсы, мынау 89 елден бас қосқан үлкен дүбірлі тойға келіп жатсың. Той боласың. Рахмет. Иә, рахмет. Сәттілік. Алданасып, тас басып, жақсылықпенен астасып, әлемнің жарқын аралап, көкөйлен ойды саралап, қадамың келген құт болсын, көшпенділер ойынына, қазағымның тойына, ел мерейін көтеріп, қадамың келген құт болсын. Бейінді болсын береке, айналайын Айбаржан, құтты да болсын мерекең. Құрметті халайық, хабарымыз осы жерден тамам. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, әр қарагөз бай намысты болуға хақылы. Тәуелсіз арна керек дерек, мен Қанатбек Ермек.